Баршаға сәлем достар, бүгін ерекше. Жақында ғана шыққан Wednesday сериалының бірінші сериясына шолу жасаймын. Сіздер қаладыңыздар, ал мен жасадым. Сондықтан лайк баса кетейік. Ал ендеше шолуды бастайық. Wednesday Адамс мектеп дәлізінде жүріп келе жатыр. Айналасының барлығы түрлі түсті болса да, оның үстіне кигені ақ-қара түс. Wednesday басқа оқушылардың оны мазақ қылғанын артына да қыстырмайды. Тек бір нүктеге, яғни өзінің шкафына қарап келеді. Ішін ашқанда өзінің інісін көреді. Інісін байлап аузына алма тығып кеткен екен. Бауырын босатып жатқанда, оның көз алдына оны кімдер байлап кеткені елестейді. Осылай ол кінәлілерді анықтайды. Ол жауапты жігіттер түсіп жатқан бассейнге келіп, жыртқыш пирамида жібереді. Еш эмоциясыз судағы жанталаста бақылап тұрған қыз, бұзақы жігіттің біріне балық шабуылдағанда бір жымиып алады. Қыздың ата-анасы көлікпен келе жатыр. Қыз жасаған қылығынан соң мектептен қуылып, ақырында Невермор атты академияға жіберіледі. Ата-анасы академия директорымен кездесті. Анасы кезінде директор ханыммен бірге тұрған екен. Сондықтан оны маусымның ортасы болғанына қарамастан академияға қабылдайды. Айта кетсек, соңғы 5 жыл көлемінде Wednesday 8 мектеп ауыстырған болатын. Кейін қыз өзінің бөлмесіне барады. Онда бірге тұратын көршісі Инит атты аққұба келген қызбен танысады. Ақжарқын қыз Wednesdayге академияны таныстыруға шығады. Оған 4 бөлікті толықтай атап өткен соң академияның мүшелерімен таныстырады. Инит құрбасына әңгіме ретінде мектеп ішіндегі жұптармен айырылысып кеткен махаббаттарды айтып береді. Кейіннен Wednesday өзі жайлы ақпарат естиді. Она ест человечину. Типа она убила парня и сожрала. Так что берегись. Wednesday'дің анасы Мартиша қызына қоштасу сыйлығы ретінде алқасы мен сиқырлы шамды қалдырады. Кетіп бара жатып әкесі қызын бақылап жүру үшін бір жануарын қалдырады. Жануар дегенде қолғы просто. Бұл уақытта мектеп жанындағы орман ішінде адам өлімі тіркелді. Сол себептен де бұл іске жергілікті полиция араласты. Ал бір бөлмеге орналасқан Wednesday мен Инит ұрыса бастайды. Инитке түрлі түстер ұнаса, Wednesday оның тікелей қарама-қайшылығы. Кейіннен қыз өзінің блогын айтып, артынан билей бастайды. Wednesday оның оғаш қылығына қарап музыканы өшіруін айтады. Жауап ретінде Инит оған өзінің жез тырнақтарын кезейді. Екеуінің бұл текетіресін соңғы сәтте келіп қалған академияның мұғалімі Мерлин тоқтатады. Эннет наверняка показала тебе школу. Задушила гостеприимством. Я отвечу ей тем же. Когда уснет. Келесі күннен Wednesday өзіне дұшпандар тауып алады. Бұл Бианкаға қатысты еді. Кейіннен мектеп ауласында жүріп, өзі сәл болмағанда төбеден құлаған мүсіннен өліп қала жаздайды. Бірақтан оны Ксавьер құтқарып алады. Не болса да бұл мүсіннің құлауы әдейі Wednesdayге жасалған қастандық еді. Ауруханада жарасын таңып болған соң ол Роуэн атты жігітпен сөйлеседі. Белгілі болғандай ол телекинетикалық қабілеттерге ие. Ал Ксавьер Wednesdayге өзінің кішкентай кезінде тірідей табытқа салынып көміле жаздаған айтып береді. Кейін бөлмесіне келген соң өзінің төсегінде қозғалып жүрген бірдеңені байқады. Ол бұл отбасының қызметшісі десек те болады. Әке шешесі аңду үшін жібергенін білген қыз қолға өзіне қызмет жасау үшін ант бергізеді. Келесі кадрда Wednesdayді терапиялық емханаға апарады. Қызды қашады деп ойлап, оны директордың өзі апарды. Потом можем выпить вместе горячего шоколада. Директриса Уимс, не опускайтесь до попыток подружиться. Терапия уақытында қыз бұл жерден құбырдан сырғанау арқылы қашып шығады. Көшеде кетіп бара жатқанда қорап ұстаған бір ер адамға соқтығысады. Сол арада Wednesdayдің көзіне оның көлік апатынан өлетіндігі көрінеді. Кейін кафеде сатушы жігіт Тайлордың қашу жоспарына көмек беруін сұрайды. Жігіт болса келісті, бірақтан ол жұмыс уақытысы біткен кезде ғана босайтын. Кафеде отырғанда мұнда келіп шу шығарған жігіттерге Wednesday жалғыз қарсы шығады. Өзінің кезінде ағасынан үйренген жауынгерлік шеберлік қасиеттерімен оларды ұтады. Осы кезде мұнда Тайлордың әкесі келеді. Ол полиция қызметкері. Адамстар отбасын білген соң қызға баламнан аулақ жүр дегендей әңгіме айтады. Бұл уақытта мектеп директоры да кафеге келіп Wednesdayді алып кетеді. Жола жаңағы ер адамның жол апатындағы өлім сәтін Wednesday шынайы өмірде көреді. Сол арада анасының берген алқасын ұстайды. Ал директор болса Wednesdayге достар қажет болатындығын айтады. Кешкісін академияға жеткенде Wednesday бөлмесінің балконына шығып алып, аспапта ойнай бастайды. Ал мектептің қорқынышты кітапханасында Роуэн кітапты іздеуде. Өзінің телекинетикалық қабілетін пайдаланып кітапты тапты. Кейін онда қалпақ киген адам Wednesdayге шабуылдап жатқан суреті бар парағын жыртып алады. Ал Ксавьер Wednesdayдің ойнап жатқан музыкасын естуге оның бөлмесінің жанына қарай келеді. Мерлин мұғалім де өзінің жыртқыш өсімдіктерін тамақтандыру үстінде еді. Кейін балконда музыка ойнап отырған Wednesdayдің әнін естіп, ол да бір босаңсып алады. Инит музыкада ойнап отырған Wednesdayге келеді. Нота дәптер үстінде қозғалып жүрген қолды көріп, не қорқарын, не таңғаларын білмейді. Кейін құрбасына өзі жайлы, өзінің тырнақтары жайлы ешкім білмейтін сырларын айтып жылай бастады. Одан соң Wednesdayден соңғы рет қашан жылағандығын сұрайды. Ал Wednesday өзінің алды жастағы
оқиғасын айтты. Үй жануары ретінде шаянды асырап, онымен қыдырып жүргенде, бір топ бала оны ұстап, шаянды великпен мыжып өлтіреді. Сол күні Уэнсдей барлық көз жасын төкті, және осыдан соң енді жыламаймын деп өз-өзіне уәде берген екен. Инет оның бұл оқиғасын ешкімге айтпауға уәде береді. Ал Уэнсдей әлі де болсын қашу жоспарын ойлап жүр. Сондықтан Инет пен компьютерді қалай қолдану керектігін сұрайды. Кейін ол жәрмеңке болатын күні қашып кетуді жоспарлайды. Сондықтан көмір ретінде Тайлерге қолды жұмсайды. Тайлерден өзін жеткізіп тастауды сұрап, Инеттің нөмірін алақанға жазып жібереді. Типа, твоя зверушка? Жәрмеңке күні Тайлер Уэнсдейге әкесіне байланысты қылмыстық деректерді береді. Екеуі ашық сөйлесе алмады. Себебі оны аңдып бақылап тұрған директор ханым бар болатын. Кейін мұнда бұзақа жігіттер келіп, қаша жөнеледі. Қашу барысында ол Роуэнге соқтығысып қалады. Сол сәтте оның өлімін көреді. Роуэннің артынан қуып жетіп, оған ескертпек болғанда, жігіт Уэнсдейге шабуылдайды. Кажется, ты перепутала. Это ты в опасности. Жігіт өткен жолы мүсінді құлатқан өз екендігін және өзін мектеп қорғаушысы деп атайды. Ол Уэнсдейдің кітаптағы қыз екенін көрсетіп, бір күні мектепке қауіп төндіретіндігін айтады. Сондықтан ол Уэнсдейді өлтіруі керек. Бірақтан өзінің ажалы одан бұрын келді. Орман ішіндегі беймәлім құбыжық келіп, оны өлтіріп тастайды. Уэнсдей болса жаңағы суретті қалтасына салып алады. Кешкісін Шардың көмегімен ата-анасымен байланысқа шықты. Күнің қалай өтті деп сұрағанда, оның ойына 2 рет өлім аузынан қалғаны, әкесінің адам өлтіруші екенін білгені, немесе мектепті жоятын адамға айналатындығын түседі. Осындай қызыққа толғандықтан, оларға мектептің ұнағандығын жеткізеді. Осымен бірінші серияның соңы. Достар, егер екінші сериясын қаласаңыздар, астына жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бұйырса 700 лайкқа жеткен кезде екінші сериясын міндетті түрде шығаратын боламын. Ал ендеше қош сау болыңыздар.